Саламатсыздар ма балалар? Математика пәнінің 10-шы сабағын өтеміз бүгін. Сабағымыздың тақырыбы разрядтан атпамай ауызша қосу және азайту. Балалар, сендер бұл сабақта разрядтан атпамай 100 көлеміндегі сандарды ауызша қосуды және азайтуды үйренесіңдер. Балалар, бірінші тапсырма қосу мен азайтудың қалай орындалатынын көрсеткен. Барлығымыз назарымызды аударамыз. Ондықтар мен ондықтарды қосқан кездегі оңай жолын көрсетіп тұр. Бізде 48-ге 30-ды қосқан екен. 48-ді разрядты қосылғыштарға бөліп аламыз. 40 және 8-де 4 ондық 8 бірлік. Сосын ондықтарды қосамыз. 40-қа 30-ды қосамыз, сосын бірлікті қосамыз. 8-ді. Сонда 70-ке 8-ді қосқанда 78 шығады. Яғни, бұдан шығатын қорытынды ондықтарға ондықтарды қосады, балалар. Түсінікті ғой. Ал енді азайту амалында қалай орындалатынын көреміз. 78-ден 30-ды азайтамыз. Бұл жерде де 78-ді разрядты қосылғыштарға бөліп аламыз. 7 ондық 8 бірлік, яғни 70-ке және 8-ке. Ондықтардан ондықтарды азайтып алайық. 70-ден 30-ды азайтып аламыз. 40 болады және оған бірлікті қоса қоямыз. 48 болады. Яғни бұдан шығатын қорытынды ондықтардан ондықтарды азайтамыз. Бізде екінші ә нұсқасында қосу мен азайтуды түсіндіре отырып шығар дейді екен. Балалар, бәріміз назарымызды аударайықшы. 24 қосылған 60. Бұл жерде 24-ті разрядты қосылғыштарға бөліп аламыз. 20 және 4. Және ондықтарды ондықтарға қосып аламыз. 20-ға 60-ты қосамыз. 80 және бірлікті қоса қоямыз. 84. 50 қосылған 30. 31 бізде разрядты қосылғыштарға бөлінеді, яғни 30 және 1, 3 ондық 1 бірлік. Ондықтарды ондықтарға қосқанымызда 80 шығады және бірлікті қоса қоямыз, 81 болады. Үшінші амалында 89-дан 10-ды азайтты. 89-ды разрядты қосылғыштарға бөлеміз. 80 және 9. 8 ондық 9 бірлік. Яғни ондықтардан ондықтарды азайтамыз. 80-нен 10-ды азайтамыз, 9-ды қосамыз. Яғни 79 шығады екен, балалар. 74-тен 60-ды азайтыңдар дейді. 74 бізде 70 және 4 деп разрядты қосылғыштарға бөлінеді. Ондықтардан ондықтарды азайтамыз. 70-тен 60-ды азайтамыз. 10 және 14. Оған 4-ті қосамыз. 14 болады екен, балалар. Екінші тапсырма өрнектер құр. А нұсқасына қарайық. 60 пен 2-нің қосылысқан 50-ді азайт. Жақшаның ішіне 60-ға 2-ні қосып аламыз, дағыны азайтамыз 50-ді. А нұсқасында қараңдар. 50-ге 30 пен 7-нің қосындысын қосты. Яғни қосындысын қосты дегенде екеуі де қосу болады. Бірақ 30 пен 7-ні жақшаның ішіне қосып аламыз. Және оны 50-ге қосады екенбіз. Үшінші тапсырма теңдеулерді шеш. Үш нұсқасы берілген екен. 70 қосылған x тең 96. Бұл жерде белгісіз санды жазып аламыз. Және үлкен саннан кіші санды азайтамыз. X тең 26-ға тең болды. Және белгісіз санның орнына 26 қойған кезде бізде 96 шықты. Яғни 96 тең 96. Екінші нұсқасында S қосылған 80 тең 85. Бұл жерде де белгісіз санды жазып аламыз. Және үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Сонда бізде 5-ке тең. Яғни табылған санды белгісіз санның орнына қойып шығарамыз 85 тең 85. Үшінші нұсқасында 65 азайтылған b тең 20 дейді. b тең үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 45 шығады. Сонда 65 тең 45 азайтылған 20, 20, 20, яғни 20 тең 20. Теңдеуіміз дұрыс шықты. Есепті шығар. Білім күніне арналған концертке 32 ұл және 20 қыз қатысты. Концертке қыздарға қарағанда неше ұл артық қатысты дейді. Балалар, бірінші шартын жазып ала қойғыш. Қараймыз. Ұл 32,
қыз 20. Я нешесі артық? Нешесі артық екен балалар? Дұрыс. 12 ол артық шығады. Яғни 38-ден 20-ны азайтамыз. 12. Жауабы 12 ол артық қатысты. Жарайсыңдар балалар. 5-ші есеп бізде диаграмманы пайдаланып, бос төгізге қалып қойған санды қой. Яғни бізде диаграммада көрсетіп қойған екен, иә? Сыныбымызда 14 оқушы ән салғанды ұнатады, иә? Оның екеу ұлдар, қалғандары қыздар. Неше қыз ән салғанды ұнатады? Ұлдар екеу, қыздар нешеу? Барлығы 14 оқушы деп белгілей аламыз шартында. Шешуі азайтамыз. 14-тен 2-ні азайтамыз 12. Сонда бізде ән салғанды 12 қыз ұнатады екен. Ал балалар, алып есеп бізде қараңдаршы, өлшем бірліктерге байланысты екен. Қалып қойған өлшем бірліктерді ата. Үстелдің ені 60. Қандай өлшем бірлік жазамыз? Дұрыс, сантиметр. Көжектің массасы тамаша 2 килограмм. Құмыраның сыйымдылығы 3 литр. Жарайсыңдар. 1 сағатта дұрыс 60 минут бар екен. Ал бізде келесі 7-ші есеп тура емес теңдіктерді тап, қателерін түзетіп, оларды жаз дейді. 2 амалда қате шықты. Енді соны дұрыстап шығара қоямыз. 23 қосылған 6 тең 28 депті. Бұл жер дұрыс емес. Яғни бұл жерде бізде 29 шығады. Және екінші амал 39 азайтылған 6 тең 33. Бізде бұл жерде 32 деп қойған екен. Яғни біз қатені түзетіп, қайта жаздық, иә балалар. 8-ші есеп бос орын, бос төгіздің орнына тиісті санды қой дейді. Яғни бізге бос орынға тиісті санды қойып есепті шығарыңдар дейді. 90 азайтылған неше? Мәні 80-ге тең екен. 90 азайтылған 10 тең 80. 10 қосылған 57 тең 67. Яғни белгісіз санды табу үшін үлкен саннан кіші санды азайта қояды екенбіз, иә? Жарайсыңдар. 74 қосылған 20 тең 94 болады. Я, мына жерде 67-тен 50-ді азайтамыз. 17 болады. 17 қосылған 50 тең 67 болады екен. 80 қосылған 18 тең 95. Мән белгісіз қойыпты мына жерде. Белгісіз саннан 50-ді азайтқанда 17-ге тең болады дейді. Яғни бұл жерде қосамыз, бізде 67 шығады. 67-тен 50-ді азайтқанда 17 болады екен. Ал балаларымызға қараймыз, бізде соңғы тапсырма. Әлия мен Айдостың екі сайысқа жинаған ұпай сандарын қосып, жеңімпаздарды анықтаңдар дейді. Бірінші сайыста Әлия неше ұпай жинады? Есептеп көрейікші. Бірінші сайыста Әлия 25 ұпай жинады. Айдос ше? Айдос бірінші сайыста 27 ұпай жинады. Екінші сайыста Әлия 65 ұпай жинады. Айдос 63 ұпай жинады. Ал енді салыстырамыз. Яғни екеуінің ұпай сандары тең болды балалар. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы шығатын видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.